Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен салат по-азиатски жасаймыз. Бұл салатқа мен ғашық болып қалдым. Өте керемет дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен етімізді асып аламыз. Қайнаған соң көбігін алып тастаймыз. Татымына қарай тұз салыңыздар. Мен де тұз алған, тұз салмадым. Лавр жапырағын және қарабұрыш қостым. Сосын суытып аламыз да осылай сопақша етіп әдемілеп турап шығамыз. Бізге енді керек 2 болгар бұрышы. Мен қызыл түрінен алдым және сары түрінен алдым. Яркий, әдемі болып көріну үшін. Сіздер де қалауларыңызша қосыңыздар. Бір орташа помидорды алып, оны да сопақша етіп тураймыз. Енді бір орташа қиярды алып, оны да сопақша етіп тураймыз. Екі немесе 3 сарымсақтың тісін алып, бір жерге үйіп, осындай чеснокодавкамен немесе уақтап турап алыңыздар, соны бір жерге үйіп қойыңыздар. Ащы қызыл бұрыш чесноктың жаңағы үстінен қоямыз. Көк пияз және кинзаны алып, турап қосамыз. Екі-үш ас қасық соя соусын қосамыз. Жарты шай қасық кориандрды қызыл бұрыштың үстінен қоямыз. Олардың үстінен, специяның үстінен жаңағы қайнап тұрған сумайды осылай құясыздар. Жақсылап араластырыңыздар. Татымына қарай тұз салыңыздар. Соя соусын қосқанда көбінесе тұз салынбайды. Мен қостым татымаған соң. Мінекей біздің салатымыз дайын. Өте дәмді, керемет. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Көріскенше күн жақсы болсын.